Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін көтеретін тақырыбымыз уақыт тәулік тақырыбы бойынша төртінші тапсырманы қалай шығаруымызға болады. Төртінші тапсырмада А нұсқасы салыстыр деп берілген екен. Біз алдымен шамаларды салыстыруымыз керек екен. Қарайық. Өлшем бірліктері 5 дециметр мен 1 сантиметрді 5 дециметрмен салыстыр дейді. Оны қалай салыстыруымызға болады? Себебі мына жағында 5 дециметр 1 сантиметр, мына жағы 5 дециметр. Алдымен біз оны жинақтап алуымыз керекпіз. 5 дециметр 5 дециметр 1 сантиметрді салыстырамыз 5 дециметрмен. Енді бұл жерде 5 дециметр 1 сантиметр екеуі бірге тұр. Сондықтан екеуін бірге есептейміз. 5 дециметр дегенімізді алдымен сантиметрге айналдырып алайық. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 5 дециметрде 50 сантиметр болады. 5 дециметріміз 50 сантиметр болады. Енді бұл 50 сантиметрге мына сантиметрді енді қосуымызға болады. Себебі екеуі бірге тұр. 50-ге 1-ді қосамыз, сонда шығады 51 сантиметр. Міне, мына тұсын біз шығарып алдық. Енді мына тұсына көшеміз. Мына тұсы сантиметр, мына тұсы дециметр болып қалуға болмайды. Сондықтан мына тұсында біз сантиметрге айналдыруымыз керекпіз. 5 дециметр дегеніміз мана айтылып кетті. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 5 дециметрде 50 сантиметр бар. Міне енді дайын болды. Мына тұсымыз 50 сантиметр, мына тұсымыз 51 сантиметр. Енді салыстырамыз. Сонда бізде көп 51 сантиметр. Келесі 20 сағат салыстырамыз 1 тәулікпен. Балалар, біз мынаны мұқият жаттап алуымыз керекпіз. 1 сағатта 60 минут бар. 1 тәулікте 24 сағат бар деген ережені біз жаттап алуымыз керекпіз. Осыны жаттап алсақ, есепті шығару оңайға соғады. Кеттік. Енді 20 сағатпен 1 тәулікті салыстырайық. Bir жағы сағат, екінші жағы тәулік. Біз оны шығара алмаймыз. Себебі екеуі екі түрлі. Енді не істейміз? Ол үшін мына тәулікті біз сағатқа айналдырамыз, кіші өлшем бірлігіне. 1 тәулікте неше сағат бар? 1 тәулікте 24 сағат бар. Сонда біз мына жаққа тұсына жазамыз 24 сағат. Енді қараймыз. Мына тұсыда 20 сағат, мына тұсыда сағат. Енді сағат пен сағатты салыстыруға болады. 20 сағат пен 24 сағат қалай болады? 20 сағат кем 24 сағаттан. Мінеке. Ары қарай. Келесі 15 сағат 1 тәулік. Жазамыз. 15 сағат 1 тәулік. Бұл да мынадай. Мінеке. 1 тәулікте неше сағат бар екен табамыз. Әрине 24 сағат. Мына тұсыда сағат болды, мына тұсыда сағат болды. Енді 15 пен 24-ті оп-оңай салыстыра беруімізге болады. Келесі 1 сағат 6 минут пен 76 минутты қалай салыстырамыз? Жазамыз. 1 сағат 6 минут. Екеуі бірге тұр. Балалар арасында үтірештері, сондықтан екеуі бірге жүреді. Оны салыстырамыз 76 минутпен. Енді қараймыз. Мына жақта сағат берілген, минут берілген. Және сағат пен минутты біз салыстыра алмаймыз. Сондықтан біз сағатты неге айналдырамыз? Сағатты минутқа айналдыруымыз керекпіз. 1 сағатта неше минут бар? Мінеке, 1 сағатта 60 минут бар. 1 сағат уже бұл 60 минут деген сөз. Мінеке, 60 минут. Міне, 60 минут сағатты минутқа айналдырдық. Енді қасындағы минутты бұған қосып жібереміз. 60-қа 6-ны қосамыз, сонда шығады 66 минут. Міне, бізге керекті сан дайын болды. Мына тұсы 66 минут, ал мына тұсы 76 минут. Сонда енді қай тұсы артық кем екенін білуге болады. Мінеке, 66 кем 76 минуттан. Міне, осылай шығаруға болады.